Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін морфология саласы бойынша үстеу және үстеудің мағыналық түрлеріне тоқталатын боламыз. Жалпы үстеу дегенді баршамыз білеміз, яғни қимылдың түрлі белгісін, яғни іс-әрекеттің мезгілін, іс-әрекеттің мекенін, іс-әрекеттің себебін, іс-әрекеттің мақсатын білдіретін сөз табы. Жалпы негізгі үстеулер түбір мен қосымшаға бөлшектенбейді. Яғни бұл құрамы жағынан негізгі және туынды үстеу болып бөлінетін білесіздер, иә? Негізгі үстеулер түбір мен қосымшаға бөлінбейді. Яғни ерте, тез, жоғары, жылдам, шапшаң деген секілді. Туынды үстеулер екі түрлі жолмен жасалады: жұрнақ арқылы және де кейбір септік жалғауларының түбірімен сіңісіп кетуі арқылы. Яғни септік жалғаулары жалғанып, ол көнеленіп сіңісіп кеткен. Туынды үстеу жасайтын жұрнақтар міне өздеріңіздің алдарыңызда тұр, құрметті әріптестер. Шаще, яғни құсша, лай-лей, дай-ти, осылай, дайын дейін, бұлбұлдайын, шама, осыншама, мұншама, майынша, мейінше, оқымайынша, үйренбейінше деген секілді. Және осы жерде ескеретін бір жай, оқулықта үстеудің құрамына қарай үш түрі бар деп берілген: негізгі үстеу, туынды үстеу және күрделі үстеу. Кейбір үстеулер түбірге септік жалғаулары сіңісіп көнеленіп кету арқылы жасалады дедік. Соны міне өздеріңіздің алдарыңызда тұр. Бар септігінің көнеленуінен жасалған үстеулердің түрі бекерге, жүрме, ертеңге дейін, зорға, босқа, текке деген секілді. Яғни бар септігінің көнеленуінен жасалып тұр. Жаты септігінің көнеленуінен өткенде, байқаусызда, қапыда деген секілді. Шығыс септігінің көнелеуінен жасалған төтесінен, шалқасынан құлады деген секілді. Яғни құрметті әріптестер, бұл септік жалғауларының сіңісіп көнеленіп жасалған түрі. Күрделі үстеу сөздердің бірігуі арқылы, тіркесуі арқылы, қосарлануы арқылы жасалады. Сөздердің бірігуінен жасалған күрделі үстеулер қысты күні, ендігәрі, бүрсі күні, бұдан арғы күні деген секілді. Яғни бұл бірігіп, одан кейін барып кірігіп кеткен сөз. Бүйтіп, бұлай етіп, яғни дыбыстық өзгеріске ұшырап, кіріккен, бірігіп, одан кейін кіріккен сөздер. Келесі сөздердің қосарлануы мен қайталануы арқылы жасалған күрделі үстеулер ертелік кеш, алды-артынан, бетпе-бет деген секілді. Сонымен қоса сөздердің тіркесу арқылы жасалған күрделі үстеулер таңертеңнен кешке дейін, күні бойы, таң атқанша, ала жаздай, қыс бойы деген секілді. Тілімізде сонымен қоса құрметті әріптестер, тұрақты тіркестер арқылы жасалған күрделі үстеулер де кездеседі. Қас пен көздің арасында, аяқ астынан, томаға тұйық, құлан таза деген секілді. Яғни бұл күрделі үстеулерге жатады. Сөздердің бірігуінен жасалған күрделі үстеулер бірге жазылады. Яғни оны мына мысалдан көре аласыздар: бол жыл, биыл, бол күн, яғни бүгін деген секілді бірігіп барып кіріккен сөздер. Ал сөздердің қосарлануынан, қайталануынан жазылған күрделі үстеулердің арасына міндетті түрде дефис қоямыз. Анда-санда, бетпе-бет деген секілді. Ал тіркесу арқылы жасалған үстеулер бөлек жазылады. Ал енді үстеудің осы сөйлемдегі қызметіне назар аударатын болса, құрметті әріптестер, жалпы үстеудің мағыналық түрлеріне назар аударатын болсақ, мына жерде міне өздеріңізге біз мағыналық түрлерін көрсетіп отырмыз. Жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеуде осы мағыналық түрлеріне қатысты сұрақтар жиі келеді. Сондықтан еске түсіріп, мұқият қарап, өздеріңізбен бірге қайталайық.
жаңа мекен істеу, қимылдың болатын жаңа іс-әрекеттің болатын орнын және бағытын білдіреді. Қайда, қалай, қарай, қайдан деген сұрақ, ілгері, осында, бері деген секілді істеулер жатады. Мезгіл істеу, яғни сол әрекеттің болып жатқан мезгілі қашан болды, қашаннан бері, бүгін, таңертең, түнде деген секілді. Себеп салдар істеу, қимылдың болу себебін, салдарын білдіреді. Неге, не себепті, неліктен деген сұрақтарға жауап береді. Амалсыздан, лажсыздан, босқа, бекерге деген сөздер жатады. Қимылсын істеуі, қимылдың жүзеге асу амалын білдіреді. Қалай, қайтып, қалайша, емін еркін, әрең деген секілді істеулер жатады. Мөлшер істеу, яғни қимылдың мөлшерінің көлемін білдіреді. Қанша, қаншалық, қаншалап, қаншама деген сұрақтарға жауап береді. Әжептәуір, біршама деген секілді істеулер жатады. Күшейткіш істеулер, бұл жерде жаңағы қимыл әрекеттің сапасын тым күшейтіп, немесе тым кішірейтіп айту арқылы жасалады. Яғни ең, тым, аса деген бізде күшейткіш істеулер. Мақсат, яғни қимылдың болу мақсатын білдіреді. Не мақсатпен, қалай деген секілді сұрақтарға жауап береді. Әдейі, қасақана, жорта деген секілді істеулер жатады. Жалпы баршамыз білеміз, құрметті әріптестер, істеудің сөйлемдегі қызметі пысықтауыш болып келеді. Шыңғыстың сырт тез, қалай, жалпы сырты тез, қалай жалынбағандықтан ерте, көктемейтін, ережені жаттамайынша тапсырманы жаттамайынша ережені орындай алмайсың. Қайтпейінше, қалай деген сияқты істеулер түрленіп келіп басқа сөйлем мүшелерінің қызметін атқарады. Түрленген кезде, жаңа біз айттық қой, істеулер көбінесе пысықтауыштың қызметін атқаратын дедік. Ал түрленетін болса, яғни атау септігінде тұрып бастауыштың қызметін атқарады. Еріншектің ертеңі бітпес. Несі? Күшейткіш істеулер сапалық сын есіммен тіркесіп келіп, күрделі анықтауыштың қызметін атқарады. Бәйгеге өңшең, жүйрік, кілең, сәйгүлік аттар қосылды. Қандай аттар? Өңшең, жүйрік, кілең, сәйгүлік. Осымен, құрметті әріптестер, біздің істеу тақырыбына арналған сабағымыз аяқталды. Сіздермен біраз дүниені еске түсірдік деп ойлаймын. Келесі кездескенше. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі сабақта орфографиялық норма және шылаудың емлесіне тоқталатын боламыз. Құрметті әріптестер, баршаңыз білесіздер, жалпы белгілі бір сөздерді жазғанда біз белгілі бір принципке сүйеніп жазатынымызды, яғни орфографиялық норма деген сөздерді дұрыс жазу, яғни жазу заңдылықтарына сай жазу. Енді жалпы бізде, тілімізде үш жазу принципі кездеседі. Яғни біз жазған кезде осы үш принципке сүйенеміз. Бірінші принцип бұл, яғни морфологиялық принцип. Бұл принцип бойынша сөздер айтылуынша емес, бастапқы түбір тұлғасында жазылады. Яғни бірінші түбір тұлғасы қалай қолданылды, қалай жазылды, дәл солай сақталып жазылады. Дәстүрлі немесе бұны біз кейбір кезде тарихи принцип деп айтып жатамыз. Бұл принципте, яғни дәстүрлі принцип бойынша жазғанда сөздер әуелгі тұлғасында емес, тілді қалыптасқан тұлғасы бойынша, яғни тілде қалай қалыптасты, қалай ол айтып кетті, сол бойынша жазатын боламыз. Фонетикалық принцип дегеніміз сөздер дыбыстық заңдарға сүйеніп айтылуы мен естілуі бойынша жазылатын болады. Ал енді шылауға тоқталатын болсақ, құрметті әріптестер, баршаңыз білесіздер, шылау дегеніміз толық мағынасы жоқ, сөзбен сөзді байланыстыратын, сөйлеммен сөйлемді байланыстыратын, қосымша мән түстейтін көмекші сөздер. Міне алдарыңызда мысал тұр.
шылауға арналған. Жалпы шылаудың басқа сөз таптарының қандай айырмашылығы бар деген сұраққа тоқталатын болсақ, шылаудың толық лексикалық мағынасы болмайды, иә, оны баршаңыз білесіздер. Сонымен қоса шылау сөйлем мүшесі бола алмайды. Шылау сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді тек қана байланыстырады. Шылау толық мағыналы сөздің жетегінде қолданылып, оған қосымша мән үстейтін болады. Сонымен қоса шылаулар түрленбейді, яғни көптелмейді, септелмейді, жіктелмейді, тәуелденбейді. Шылау сөздің сөздер білдіретін мәніне қарай үшке бөлінеді, яғни септеулік шылау, жалғаулық шылау және демеулік шылау деп бөлеміз. Септеулік шылаулар белгілі бір септік тұлғада толық мағыналы сөздермен тіркесіп келіп, оған мезгілдік, немесе мекендік, немесе амал, себептік, мақсаттық сияқты мән үстеп тұрады. Септеулік шылаулар екі түрлі жолмен, екі түрлі қызмет атқарады. Біріншіден, өз шылауында жұмсалған сөзге қосымша мән үстеп, оны екінші сөзбен байланыстырады, және де сөз тіркесін құрайды. Мысалы, ел үшін, яғни бұл жерде сөз тіркесі құрылып тұр, тер төгу, үйге қарай аяңдау деген секілді. Сонымен қоса, екі сөйлемді сабақтастыра байланыстырады. Мысалға, күн бұлттанған сайын тілек жас төлдерін ойлай бастады. Яғни, екі сөйлемді сабақтастыра байланыстырып тұр. Көріп отырғандарыңыздай. Септеулік тер мынадай сөздердің шылауында айтылады. Түбір сөздермен немесе атау тұлғадағы зат есім, есімдік, тұйық етістік, есімшемен тіркесетін септеуліктер, сайын, секілді, туралы, тәрізді деген секілді. Барыс септігі сөздермен тіркесетін септеуліктер, яғни барыс сөзінде тұрған шейін, таман, яғни барыс септігінде тұрған сөздермен септеледі. Үйге, таман деген секілді, сонымен қоса шығыс септіктегі сөздермен тіркесетін септеуліктер соң, гөрі, бері, әрі. Мысалға, сабақтан кейін, таудан әрі, ағасынан бұрын көмектесу деген секілді. Ал көмектес септігіндегі тұрған сөздермен бірге, қатар, қабат деген шылаулар тіркесіп келеді. Сонымен бірге, досмен қатар, оқумен қабат деген секілді. Жалғаулық шылаулар сөзбен сөзді, сөйлеммен сөйлемді байланыстырады. Оны баршаңыз білесіздер. Жалғаулықтар бірыңғай мүшелердің немесе салалас құрмаластың сыңарларынан төмендегі мағыналық қатынаста байланыстырады. Мысалға, қараңыздар, бірінші ыңғайластық қатынас, яғни ыңғайлас қатынасты білдіретін жалғаулықтар мен, бен, пен. Қарсылық, бірақ, әйткенмен, сонда да, дегенмен деген секілді. Талғаулықты әлде, біресе, кейде, яки, бірде деген секілді. Себеп салдар, яғни себебі, өйткені, сондықтан сол себепті деген секілді. Сонымен қоса демеулік шылаулар сөзге немесе сөйлемге күшейту, тежеу, шектеу, сұрау деген секілді мән беретін болады демеулік шылаулар. Енді қараңыздар, демеулік шылаулар сөзге немесе сөйлемге үстірт мағынасына қарай осындай 6 түрге бөлінеді. Сұраулық демеуліктер маме, бабе, папе жатады. Оған келесің бе, келемісің деген секілді. Күшейткіш демеуліктер алдына, яғни үнемі дефис қойылу арқылы жазылады, белгілі бір сөзбен тіркескенде алдынан дефис қою. Ақ, ау, қой, әсіресе деген секілді. Досым ай, қарағым ау деген күшейткіш мән беріп тұрған демеуліктер, шылаулар. Шектік мән беретін шылаулар, тек қана, сен ғана деген секілді шылаулар. Болжалдық демеуліктер мыс, міс, болыпты мыс, өмір сүріпті міс, яғни болжаулық мән береді. Болымсыздық немесе қарсы мәнде салыстыру демеуліктері түгіл, тұрсын, тұрмақ деген секілді.
Сонымен қоса, құрметті әріптестер, және мен, бен шылаулар сөзбен сөйлемді байланыстыруда қолданылады. Ешқандай тыныс белгісі қойылмайды. Абай мен Мұхтар, Шәкәрім мен Мұхтар деген секілді. Мен, бен жалғауы көмектес септік жалғаумен сырт тұлғасы жағынан ұқсас, бірақ та бұл бір жазуда айырмашылығы жоқ, бірақ та сөзбен сөзді байланыстырады, жеке тұрады, иә? Ал көмектес септігіндегі жалғау сөзбен жалғанады. Даде, тате шылаулар сөзден бөлек жазылады. Ескеріңіздер, даде, яғни жасымда ғылым бар деп ескермедім дегенде кейде оны түсіріп немесе басқа жалғаулықпен алмастыруға болады. Жасым ғылым бар деп ескермедім деп жатыс септік жалғауын түсіріп айтуға болмайды. Ал жас та, кәрі де, былай қарап тұрсаңыздар, та, де деген жатыс септігінде де кездеседі, ол бірақ та көп жағдайда мысалға шатастырып алуымыз мүмкін, иә? Шылау деген ол сөзге бірге жазылмайды, тек қана сөз бен сөздің арасын байланыстыратын дүние. Мане деген жаңағы тағы да айттық, сұраулы сөйлем жасайды, өзі тіркескен сөзден бөлек жазылады. Сонымен қоса, ақ, ау, ай, мыс, міс, д шылау демеуліктері үнемі дефис арқылы жазылады. Өзің ақ бара бер, күннің суығын май, ертеде бір балықшы болыпты мыс деген секілді демеулік шылаулар дефис арқылы жазылады. Құрметті ұстаздар, құрметті әріптестер, бүгінгі жалпы шылауға және орфографиялық нормаға арналған сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі сабағымыз фразеологизмдер және мақал мәтелдер, қанатты сөздер жайлы болмақ. Жалпы қанатты сөздер дегеніміз кейбір кезде афоризмдер деп те айтып жатамыз, иә? Қанатты сөздер мағынасы терең, жалпы ойды қысқаша бейнелейтін мақал мәтелге ұқсас, айтуға ықшамды келетін, оңай келетін сөз тіркесі. Яғни бұл жерде қысқа ой, яғни қысқа әсерлі, мағынасы терең ой болады. Жалпы енді қанатты сөздер, афоризмдер деп айтамыз деп айттық қой жаңа. Қанатты сөздер мен мақал мәтелдердің басты айырмашылығы қанатты сөздерде, яғни афоризмдерде белгілі бір автор болады. Мысалға, еккенің тікен болса, орғаның балауса болмас. Мұхтар Әуезовтің сөзі. Жалпы бұл жерде өзің адамға қандай тәрбие бересің, иә? Жақсы тәрбие берсең, мысалға, балаң да жақсы болады. Немесе өзің жалпы елге қандай іс жасайсың, жақсылық жасасаң, жақсылығын аласың, керісінше жамандық жасасаң, ол да жамандық болады деген мағынада. Ал мақал мәтелдерде осындай мағынасы терең болғанымен оның автор жоқ, иә? Білесіздер. Фразеологизмдер, жалпы фразеологизмдерді екінші бір атауы тұрақты сөз тіркестері. Енді осы тұрақты сөз тіркестерін кейде біз фразеологизм деп айтып жатамыз, кейде тұрақты сөз тіркестері деп айтып жатамыз. Бірнеше сөзбен тіркескен күрделі нақты бір ойды беретін сөз. Жалпы енді осы жалпы фразеологиялық тізбек негізінен 3 топқа жіктеледі. Жалпы фразеологиялық тізбек, фразеологиялық бірлік, фразеологиялық тұтастық болып, жалпы фразеологизмдер осындай 3 топқа жіктеледі. Құрметті әріптестер, фразеологиялық тұтастық дегенді еске түсіретін болсақ, жалпы бұл топқа фразеологизмдердің құрамындағы сөздер бір-бірімен тұтасып, әбден жақындасып, яғни олардың мағыналық жігін ешқашан ажырата алмаймыз. Тұрақты орындар, иә? Мұрнынан шаншылып,
жүр, мұрнына су жетпеді деген, қол тимеді деген мағынаны, бұрылуға шамасы болмады деген түсінеміз. Ал фразеологиялық тұтастық жеке сөздердің тұтас жиынтығынан пайда болғанмен, олар іштей түрлі бөлшектерге бөлінбейді. Іс-әрекетті, сапа мен белгіні, зат пен құбылысты бір бүтін атау ретінде көрсетеді. Ал енді фразеологиялық бірлік дегеніміз не екенін еске түсіретін болсақ, жалпы фразеологиялық бірлік дегеніміз бұл да фразеологиялық тұтастық сияқты орын тәртібі жағынан тиянақты болып келеді, бірақ та құрамдағы сөздердің мағынасының қаншалықты тасалануы немесе тасаланбауы жағынан елеулі өзгешеліктер болады. Бұлар ең алғашқы еркін тіркестегі мағынада қолданған, одан шығып кішкене жаңағы орын тәртібі жағынан тұтасталған күрделі сөздердің жиынтығы. Мысалға, ескі жараның аузын ашты дегеннен өткенді қайта қозғады, ұмытып кеткенді еске салды деген түсінеміз. Ал бұл фразеологиялық мағынаның жасалуына сөз жоқ, ең алғашқы жаңағы еркін тіркес әсер етіп тұр. Сол мағынаға басқадай мән беріп, ауыстырып қолдану арқылы жасалған. Келесі бір түрі фразеологиялық тізбек. Бұл да фразеологиялық бірлік сияқты еркін тіркесті ауыспалы мағынада қолданылады. Яғни тұрақты тіркес сыңарларының бастапқы лексикалық мағынасы бүтіндей жойылмағанымен, жойылуға жақындап күңгірт тарта бастаған. Мұнда ерікті мағынасындағы сөз бен фразеологиялық қалпындағы сөздің тіркесуінен жасалады. Сол тізбек күйінде қолданылады. Мысалы, бота көз, қоян жүрек, көк жұлын деген секілді, аш бел көбінесе жаңағы алды сінесі болып келеді фразеологиялық тізбекте. Фразеологиялық тізбектің құрамындағы ерікті мағынадағы сөз сан алуан сөздермен тіркесе алады. Жаңағыдай тіркесіп сөйлем барысында қолданылады. Фразеологиялық туынды мағынадағы сөз бір-екі сөзбен ғана қолданылады. Мысалға, фразеологиялық тізбекте жаңа айттым ғой, көк жолын екі-ақ сөзбен ғана тіркеседі көбінесе, және де ал басқа жаңағы айтылып жатқан түрлерінде фразеологиялық бірлікте, фразеологиялық тұтастықта 2, 3, 4 сөз қатар келіп тіркесетін болса, ал фразеологиялық тізбекте көбінесе 2 сөзден ғана қолданылады. Мақал мәтелдер енді құрметті әріптестер, баршаңыз білесіздер, мақал жалпы өмір құбылысынан жинақтай отырып түйінді пікір айтатын ықшам сөздің өрнегі. Жалпы мақалдың мәтелден ерекшелігі құрылысы жағынан 2-3 бөлімді болады. Ой тиянақты айтылады, ақыл кеңес, үлгі өнеге түрінде айтылады. Жақсы бала ата-анасын төрге сүйрейді, жаман бала ата-анасын көрге сүйрейді дегендей, мысалға бұл жерде 2 бөліктен тұр. 2-3 бөлімді болады деп айттық. Жаңа біз жері байдың елі бай. Яғни жерің бай болса, елің де бай болады, елің кедей болмайды деген мағынаны білдіріп тұр. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің. Енді бұл мақалдың мағынасын баршамыз түсінеміз. Ал мәтел дегеніміз белгілі бір ойға немесе ұғымға ишара жасайтын, астарлап, жұмбақтап айтатын халық мұнарасы болып табылады. Оның мақалдан ерекшелігі көбіне бір бөлімді болады. Ой, ишара, тұспал түрінде айтылады. Көбіне эмоциялық мағына басым болады. Көппен көрген ұлы той, әлін білмеген әлек, кемедегінің жаны бір, ел құлағы елу. Көрдіңіздер, тұтас баламалап нақты бір мағынасы жоқ, ишара, тұспал түрінде келеді. Құрметті әріптестер, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше. Қайырлы күн әріптестер. Бүгінгі сабағымыз етістіктің шақ категориясына, етістіктің жалпы рай түрлеріне арналмақ. Құрметті әріптестер, жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуде осы
етістіктің шағына, етістіктің рай түріне қатысты сұрақтар өте жиі кездеседі. Сондықтан мұқият еске түсіріп тыңдап алайық. Жалпы етістіктің шақ түрі баршамыз білеміз. 3 шағы бар екенін, иә? Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Ал енді осы шақтың өзі 2 түрге бөлінеді. Нақ осы шақ және ауыспалы осы шақ. Енді қарап тұрсаңыздар, нақ осы шақ дәл сөйлеп тұрған кездегі іс-әрекетін білдіреді. Оның 2 түрі бар. Жалаң осы шақ және күрделі осы шақ. Жатыр, отыр, жүр, тұр, қалып етістіктерінің жіктелуі арқылы жасалынады. Жатырмын, жүрмін, жүрміз, отырсыз, тұрсыз. Міне осы 4 түрлі қалып етістіктер, бұл бізде сақталған қалып етістіктер деп айтамыз бұл етістіктердің түрін. Яғни бұл етістіктер жіктеліп келу арқылы жалаң нақ осы шақ жасалады екен. Ал күрделі нақ осы шақ дегеніміз а, е, и, ып, п қалып етістік жалғаулары бара жатырмын, келіп отырсың, ып, а, е, и деген секілді. Және оған қалып етістіктер жалғанады, тіркеседі. Ал енді жалпы осы шақтың екінші бір түрі ауыспалы осы шақ. Жалпы күнделікті болып жатқан іс-қимылды білдіреді. Күнделікті а, е, и және оған жіктік жалғану арқылы жасалады. Күнде сабаққа барамын деген секілді. Яғни а, е, и жұрнағы етістік, оған а, е, и жұрнағы, оған жіктік жалғау жалғанады. Енді өткен шақты есімізге түсіретін болса, құрметті әріптестер, өткен шақ сөйлеп тұрған уақыттан бұрын немесе іс-әрекет бұрын орындалғанын білдіреді. Осы өткен шақтың 3 түрі барын білеміз. Жедел өткен шақ, бұрын өткен шақ және ауыспалы өткен шақ. Жедел өткен шақ іс-қимылдың жуық арада болғанын білдіреді. д, т етістікке д, т жұрнақтары және жіктік жалғану арқылы жасалады. Кеше сабаққа бардым. Ал бұрынғы өткен іс-қимылдың жалпы болғанын көрсетеді. Етістікке ған, ген, қан, кен, ып, п және жіктік жалғану арқылы жасалады. Кеше сабаққа барғанмын. Бар бізде етістік, ған деген жұрнақ, мын деген жіктік жалғау. Ауыспалы өткен шақ сөйлеп тұрған уақытты жалпы жаңағы болып жатқан іс-әрекетке дейін дағдылы болып тұрған іс-әрекет қимылды білдіреді. Етістікке атын, етін, итін және оған жіктік жалғанады. Күнде сабаққа баратынмын. Ауыспалы өткен шақ. Яғни бар бұл жерде етістік, атын жалғау, и мын деген бізде жіктік жалғауы. Яғни етістікке атын, етін, итін жалғауы, көсемшенің жалғаулары, есемшенің жалғаулары және етістік жіктік жалғаулар жалғану арқылы жасалады. Келер шақ дегеніміз, келер шақ енді белгілі, сөйлеп тұрған уақыттан кейін болатын іс-әрекет. Әлі болады болашақта. Ал енді мағына жағынан бұл келер шағымызды 3-ке бөле аламыз. Болжалды келер шақ, мақсатты келер шақ, ауыспалы келер шақ. Болжалды келер шақ іс-қимылдың келешекте болатынын дәл көрсетпей болжай ғана білдіреді. Етістікке ар, ер, ыр және жіктік жалғау жалғанады. Және де мас деген ертең сабаққа барармын, ертең сабаққа бармаспын, болжап мағынасына қарасаңыз болжап тұр. Мақсатты келер шақ іс-қимылдың келешекте мақсат етіле орындалатынын білдіреді. Етістікке мақ, мек, бақ, бек, бақ, бек, оған ш және жіктік жалғау болғанады. Ертең сабаққа бармақшымын, бармақпын, айтпақпын деген секілді. Ауыспалы келер шақ алдағы уақытта болатын
іс-қимылды білдіреді. Етістікке а, е, и және чектік жалғау жолдары. Ертең сабаққа барамын. Ал енді құрметті әріптестер, етістіктің рай категориясына, райына шолу жасайық. Жалпы етістіктің райлары орындаушының іс-қимылға байланысты ой пікірінің қатысын білдіреді. Етістікте 4 рай бар, ашық рай, бұйрық рай, шартты рай және қалау рай. Ашық рай іс-қимылдың қай шақта екенін білдіреді. Үш шақтың жасалуы осы шақта да тұруы мүмкін, етістік келер шақта да тұруы мүмкін, немесе өткен шақта да тұруы мүмкін. Мен келдім, осы шақ. Мен келе жатырмын, келер шақ. Көрдіңіздер ме? Яғни ашық райда үш шақтың біреуінде кез келген біреуінде тұра береді. Бұйрық рай, яғни бұйырып, талап ету, өтіну мақсатында етістіктің бұйрықты түрде жүктелу арқылы жасалады. Мен барайын, сен бар, сіз барыңыз деген секілді. Шартты рай жаңағы болайын деп тұрған істің орындалу немесе орындалмауы шартын білдіреді. Етістікке са, се және чектік жалғану арқылы жасалады. Күн ашық болса, тауға шығамыз. Егер сен ойнасаң, ойна етістік, са шартты райдың жалғауы, ың жүктік жалғауы. Қалау рай, яғни қалауды, тілекті білдіреді. Етістікке ғ, г, қ, к және тәуелдік жалғауы жалғану арқылы жасалады. Біздің сабақ оқығымыз келеді. Сенің үйге қайтқың келе ме деген секілді. Қосымша айтатын тағы да бір ақпарат, құрметті әріптестер, төмендегі қосымшалар қалау райды жасай алады. Қайги, қайги, оқығайсың, келгейсің, қалау райды жасап тұр. Са, се, егеді, барса, егеді, келсе, егі, еді деген секілді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Қайырлы күн әріптестер, кезек сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тоқталатын тақырыбымыз еліктеуіш сөздер, бейнелеуіш сөздер. Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеу орталығында осы еліктеу сөздердің қолданысы туралы сұрақтар жиі кездеседі. Сондықтан бірге қайталап тақырыптарымызды еске түсірейік. Жалпы құрметті әріптестер, баршаңыз білесіздер, еліктеу сөз әртүрлі дыбысқа немесе құбылысқа еліктеуден, елестетуден туындаған сөздер. Жалпы бұл еліктеу сөздер құрамына қарай дара еліктеу сөздер, күрделі еліктеу сөздер, тұлғасына қарай негізгі және туынды болып бөлінеді. Ал енді осы құрамына қарай дара бір ғана түбірден туындаған, бір ғана түбірден тұратын еліктеу сөздер, мысалы тарс, күн, гүрс, жымың деген секілді. Ал күрделі еліктеу сөздерге кемінде екі сөздің қосарлануынан жасалған еліктеу сөздер жатады. Тарс, тұр, қисаң, қисаң деген секілді. Ал енді осы еліктеу сөздер тұлғасына қарай негізгі және туынды бөлінетінін білеміз. Жалпы негізгі еліктеу сөздер бөлшектеуге келмейтін, сол түбір күйінде тұрған еліктеу сөздер болып саналады. Мысалы, морт, сынды, күрс, гүрс етті, селк етті деген секілді. Ал келесі туынды еліктеу сөз бұл жұрнақ жалғану арқылы жасалған. Яғни сол осы туынды еліктеу сөзді жасайтын жұрнақтар аң, ең, ың, ің, ны, қисаң, елпең, ыржың деген секілді. Еліктеу сөз мағынасына қарай екіге бөлінеді. Еліктеуіш және бейнелеуіш. Еліктеуіш деген сөзді біз естиміз, еліктеуіш сөздерде ол дыбысқа қатысты, бейнелеуіш сөздер дегенді біз көре алып, сипаттай аламыз деген секілді. Жаңағындай еліктеу сөздер дыбысқа еліктесе, дыбысқа негізделсе, ал бейнелеуіш сөздер бізде көрініске негізделеді. Мысал айтатын болсақ, тарс тұрс, біз оны ести аламыз. Салдыр гүлдір дыбысты біз естиміз, міне сондықтан да ол еліктеуіш сөз. Ал бейнелеуіш дегенде маң басқан түйелер, жаңағы біз көз алдымыздан маң басып кетіп жатқан түйені елестете аламыз. Жалт жұлт еткен қар,
көз алдымызға жалтырап тұрған қарды, яғни елестете аламыз. Яғни бұлар бізде бейнелеуіш, еліктеу сөздер. Ал осы еліктеу сөздің сөйлемдегі қызметі. Жалпы, құрметті әріптестер, ұлттық тестілеу орталығында осы сөйлемдегі қызметі туралы, еліктеу сөздің қолданысы туралы сұрақтар кездеседі. Сондықтан жалпы еліктеу сөз бастауыш болады, егерде көмекші етістіктен тіркесіп келген еліктеу сөз заттан бастауыш болса. Тарс тұрс еткендер, жарқ жұрқ еткен, су екен. Не? Жарқ жұрқ еткен. Баяндауыш болады. Еліктеуіш сөз көмекші етістікпен тіркесіп келіп, көбіне күрделі баяндауыш құрамына жұмсалады. Торғайдың үні шыр-шыр етеді. Сұр жылан тілін сумаңдатып ыс-ыс етеді. Баяндауыш, сөйлемнің соңында тұр. Толықтауыш, еліктеу сөз көмекші етістікпен тіркесіп келіп, сондай-ақ заттанып толықтауыш болады. Ол тасыр-тұсырды алыстан естіді. Қорс-қорс еткеніңді тый. Нені тый? Қорс-қорс еткеніңді. Тасыр-тұсырды. Нені? Еліктеу сөз етістікпен тіркесіп пысықтауыш болады. Алаңсық әрі-бері зу-зу ете-өте шығады. Қалай өте шығады? Зу-зу. Ол қиран етіп қайта құлады. Қалай құлады? Қиран етіп. Етістікпен тіркесіп келген кезде бастауыштың қызметін атқарады. Анықтауыш болады, егер еліктеу сөз көмекші етістікпен тіркесіп, зат есімнің алдында тұрып, оны анықтайды. Зат есімнің алдында тұрса. Сол кезде тура алдынан бұрқ еткен шаң шықты. Мылтық атылғанда шаң еткен оқыс үн қатты естілді деген секілді. Құрметті әріптестер, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі сабағымыз одағай және оның түрлері, оқшау сөздің түрлері, оқшау сөздің сөйлемдегі қызметі туралы болмақ. Жалпы тестте осы одағайға қатысты сұрақтар өте жиі кездеседі. Сондықтан бірге еске түсіріп алайық. Жалпы одағайды, құрметті әріптестер, баршамыз білеміз. Дербес мағынасы жоқ, адамның көңіл күйін білдіретін немесе жануарларға қаратып айтылатын сөздер. Одағайлардың ерекшелігі, одағайда дербес лексикалық мағына болмайды, бәлі, әттең, ойпырмай деген секілді. Одағай сөйлемде басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейді, қап, соны күшік кезінде атып тастау керек еді дегенде. Яғни өз алдында жеке болып орналасады. Одағай сөйлем мүшесі бола алмайды, яғни сөйлем мүшесіне талданбайды. Әттең, қазір жанымда әкем болғанда ғой. Яғни сөйлем мүшесі бола алмайды. Ал енді осы одағай мағынасына қарай үш топқа бөлінетінін білеміз. Көңіл күй одағайы, жекіру, бұйыру одағайы деп бөлінеді, және шақыру одағайы деп бөлінетінін білеміз. Көңіл күй одағай бұл тікелей адамның көңіл күйін білдіретін сөздер. Қуану, өкіну, тамсану, таңдану деген секілді. Ал жекіру, бұйыру одағайы, жаңағы жекіріп тыйым салу мәнін білдіретін сөздер. Жә, тәйт, тек деген секілді. Шақыру одағайы бұл жаңағыдай малға, ит құсқа қатысты айтылатын сөздер. Шөре, құрау, моқ деген секілді. Жалпы оқшау сөздердің түрлері өзі үшке бөлінеді. Қаратпа сөз, қыстырма сөз, осы одағай сөздер бізде оқшау сөздерге енеді. Сөйлеушінің, тыңдаушының назарын өзіне аудару үшін қолданылатын сөзді біз қаратпа сөз деп айтамыз. Көркем әдебиетте, әсіресе поэзиялық шығармаларда қаратпа сөз жансыз заттарға қаратып та айтыла береді. Қаратпа сөз сөйлем ішінде басқа үтірден ажыратылады, яғни үтір қойылады. Ал енді қаратпа сөздің тыныс белгілеріне назар аударайық. Қаратпа сөз сөйлемнің басында келетін болса, одан кейін міндетті түрде үтір қойылады. Мысалы, балалар бұл жолы басы даналыққа. Балалар
дегенде бізде үтір қойылады, себебі сөйлемнің басында келіп тұр. Қаратпа сөз сөйлемнің ортасында келсе де екі жағынан үтір қойылады. Атқа қонайық, жігіттер, аттанатын да уақыт болыпты дегенде, яғни егер де қаратпа сөз сөйлемнің ортасында келетін болса, екі жағынан біз үтір қойып ажыратамыз. Қаратпа сөз сөйлемнің соңында келсе, яғни қаратпа сөздің алдынан үтір қоямыз. Мысалы, түнде жыламас болар қарағым деген секілді. Қаратпа сөз сөйлем басында келіп көтеріңкі дауыспен айтылатын болса, одан кейін міндетті түрде леп белгісін қоямыз. Мысалы, шығыс ұлы, өткен жолы бастан кешірген ауыр күндерді есіңе алшы дегендей. Сонымен қоса, сөйлеушінің түрлі көзқарасына байланысты қолданатын сөздер немесе сөз тіркестерін біз қыстырма сөздер деп айтамыз. Қыстырма сөздер мағынасына қарай төмендегі дейді, сөйлемдегі ойға сендіру мақсатында. Қыстырма сөздер әрине, әлбетте, рас, шынында деген секілді. Сөйлемдегі ойға күмән келтіру, сірә, меніңше, қалай екені белгісіз деген секілді. Алдыңғы айтылған ойға қорытынды жасау мақсатында қолданылады. Қысқасы, тоқ етері, демек деген секілді. Көңіл күйге байланысты қыстырма сөздер кездеседі. Бәсе, бақытымызға қарай, амал не, өкінішке орай, сәті түсіп деген секілді. Ойды санамалап айту үшін қолданатын қыстырма сөздерде кездеседі. Ең алдымен, екінші жағынан, біріншіден деген секілді. Жаңа қыстырма сөйлемдерге қатысты тыныс белгісі сөйлем басында келетін болса, одан кейін үтір қойылады. Әрине, еңбексіз ерде, жерде көгермейді. Сөйлемнің басында келсе, біз қыстырма сөзден кейін міндетті түрде үтір қоямыз. Ал егер де сөйлемнің ортасында келсе, екі жағынан қорыққандықтан ба, әйтеуір екі аяғы дірілдеп кетті. Яғни, ортасында келгенде екі жағынан үтір қоямыз. Сөйлем соңында келсе, алдынан үтір қойылады. Яғни, соның алдындағы тұрған сөзден кейін. Менің айтқандарымды ұмытып кеттің-ау, сірә. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл бізде қыстырма сөздердің тыныс белгілері. Ал енді жалпы айтылған ойға сөйлеушінің немесе жазушының түрлі сезімін, көңіл күйін білдіру мақсатында айтылған сөздерді біз одағайлар деп айтамыз, одағай сөздер деп айтамыз. Одағай сөздерге байланысты тыныс белгі ол үтір. Мысалы, па шіркін, керемет екен, ертерек білмегенімді қарашы, әттеген-ай, қарашы, па шіркін деген секілді, міне бізде па, қарашы деген бізде одағай сөздер, көңіл күй одағайлары. Логикалық көтеріңкі екпінмен айтылған одағай сөз үтірмен ажыратып, сөйлем соңында келетін болса, міндетті түрде леп белгісі қойылады. Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі біздің сабағымыз жалпы сөз тіркесінің байланысу тәсілдері туралы болмақ. Жалпы тестілеуде осы сөздердің байланысу түрлеріне қатысты сұрақтар жиі кездеседі. Жалпы бәріміз де білеміз, жалпы сөздер бір-бірімен төрт түрлі тәсілмен байланысады. Жалғаулар арқылы, шылаулар арқылы, орын тәртібі арқылы және дауыс ырғағы арқылы. Жалғаулар арқылы сөздер жіктік, септік және тәуелдік жалғаулармен байланысады. Шылаулар арқылы, сөздер шылаулар арқылы байланысады, кез келген шылаудың түрімен. Орын тәртібі сөйлемде ешбір жалғау болмай, тек қана түбір сөздер орын тәртібі арқылы байланысады. Дауыс ырғағы арқылы сөйлемдегі сөздер дауыс ырғағы, яғни интонация арқылы байланысады. Бұл біздің мұғалім, асан белгілі ақын деген секілді. Ал енді сөздердің байланысу түрлеріне келетін болсақ, қиысу, осы тақырыпқа қатысты өте жиі көп сұрақ келеді тестілеудің кезінде. Көбісі де осы бір
байланысу түрлеріне шатасып жатады. Сондықтан құрметті әріптестер, еске түсіріп алайық. Қиысу жалпы сөздердің байланысу түрлері өзі 5-ке бөлінеді. Қиысу, матасу, меңгеру, қабысу, жанасу. Ең алдымен қиысу, бұл жерде бастауыш пен баяндауыштың байланысуы. Мен жазушымын, біз барғанбыз деген секілді. Яғни сөйлемде артық сөз болмайды, бастауыш және баяндауыш қана болады. Матасу, ілік септігіндегі сөз бен тәуелдік жалғаулы сөздің байланысуы. Мысалы, баланың үйі, біздің гүліміз деген секілді. Ілік септігі мен тәуелдік жалғаулы байланысуы. Меңгеру, атау ілік септігінен басқа септіктердің жалғаулары арқылы суды төкті, ағасына берді. Яғни атау мен іліктен басқа барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктерінің біреуінің жалғануы арқылы байланысады. Қабысу, бұл жерде ешқандай қосымша жалғау болмайды, орын тәртіп арқылы байланысады. Қара қалам, алтын сағат деген секілді. Ал жанасу, үстеу мен етістіктің байланысы, кеше болды, сол арқылы білдім деген секілді. Ал енді сөз тіркесі, бұл жалпы сөз тіркесі кемінде 2 сөздің мағыналық әрі тұлғалық жағынан байланысуы. Сөз тіркесінің айрықша белгілері: ең кемі толық мағыналы 2 сөзден тұрады. Өзара грамматикалық тәсілдер арқылы бірі екіншісіне бағына, яғни сабақтаса байланысады. Зат, құбылыс жайында кеңірек, нақтылы түсінік береді. Сөз тіркесінің бірінші сыңары бағыныңқы сөз, ал екінші сыңары басыңқы сөз деп аталады. Бағыныңқы сөз тірек сөздің мағынасын нақтылап, даралап, сипаттап беретін бірінші сөз. Мысалы, әдемі, киіну. Басыңқы сөз тіркесін жасауға тірек болатын екінші сөз. Жалпы сөз тіркестерін сөйлем жасай аламыз, сөз тіркестері бала, бөленген бесік, бесіктің үсті, жеті нәрсе, үстіне жабылады деген сөз тіркестерінен біз тұтас бір сөйлем құра аламыз. Бала, бөленген бесіктің үстіне жеті нәрсе жабылады. Сол қолына ұстаған, үлкен шортан отырғандарға көрсетті, мақтана көрсетті, ұстаған шортанды деген бізге сөз тіркесі. Яғни бұдан біз Дәмеш кемпір сол қолына ұстаған үлкен шортанды отырғандарға мақтана көрсетті деп, яғни сөйлем құрастыра аламыз. Сөз тіркесінің түрлері, яғни бізде сөз тіркесінің 2 түрі бар: есімді сөз тіркесі және етістікті сөз тіркесі. Есімді сөз тіркесінде, құрметті әріптестер, басыңқы сыңары есім сөзден болады, басыңқы сыңары. Мысалға, астында тұрған мысалға назар аударатын болсақ, жаңа киім, киім бізде басыңқы сыңары. Айтуға құмар, құмар бізде басыңқы сыңары, яғни есім сөзі тұрады. Ал етістікті тіркесте керісінше басыңқы сыңары етістіктен тұрады. Жел соқты, соғыс аяқталды, басыңқы сыңары етістік болады. Ал енді жалпы сөз тіркесінде осы 2 ұғымды біз көбінесе шатастырып жатамыз. Тұрақты тіркес, сөз тіркесі деп айтып жатамыз. Күрделі сөздер, сөз тіркесі деп айтып жатамыз. Жоқ, құрметті әріптестер, бұлар өз алдына жеке тақырып, жеке дара жаңағы тұрақты сөз тіркестерін өздеріңіз білесіздер, орны тұрақты, ал сөз тіркесінің орны тұрақсыз, оны кез келген сөздермен алмастыруға болады. Сонымен қоса күрделі сөз бұл 2 сөзден тұрғанмен бір мағынаны береді. Мысалға, ал сөз тіркесі болу үшін 2 сөз қажет дегенмен, қарап тұрсаңыздар, күрделі сөздер 2 сөзі де бір-біріне синоним жасап келе жатыр. Күрделі етістік, қара торы, күрделі сын есім, 15 күрделі сан есім деген секілді. Бұл күрделі сөздер бізде. Ал сөз тіркесі кез келген жаңағыдай
сөздермен, әртүрлі сөздермен тіркесе береді. Оны жаңа біз көрдік. Міне мына жақтағы мысалдан көруге болады. Жел соқты. Жел деген өз алдына мысалға бастауыш, соқты деген баяндауыш деген секілді. Құрметті әріптестер, осымен сөздердің байланысуына арналған сабағымыз аяқталды. Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі сабағымыз сөйлем мүшелері жайлы болмақ. Тестте өте жиі кездесетін сұрақ осы сөйлем мүшелеріне қатысты болады. Сондықтан еске түсіріп, сөйлем мүшелері туралы білімімізді әрі қарай нығайтайық. Жалпы сөйлем мүшелері сөйлем құрауға қатысқан толық мағыналы белгілі бір сұраққа жауап беретін және сөйлемдегі басқа сөздермен байланыстыратын сөздер сөйлем мүшелері құрамына қарай 3 топқа бөлінеді. Дара мүше, күрделі мүше және үйірлі мүше. Дара мүше толық мағыналы бір сөзден болған мүше. Дала, қараңғы. Жеке-жеке алып қарағанда мағынасы бар. Сөйлемде бастауышта, баяндауышта бір сөзден ғана тұрады. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде күрделі бастауыш, күрделі баяндауыш емес. Яғни дара бастауыш пен дара баяндауыштан жасалып тұр. Күрделі мүше. Күрделі сөзден тұрақты тіркестен немесе шылаулы тіркестен болған мүше. Мұғалім келе жатыр. Келе жатыр бізде күрделі етістік. Яғни күрделі баяндауыш болып тұр. Үйірлі мүше. Үйірлі мүше дегеніміз енді баршаңыз білесіздер, бірнеше сөзден құралып, бастауыштық, баяндауыштық қатынастан тұратын бір сөйлем мүшесінің қызметін атқаратын сөздер тобы. Жаны сау адам, бақытты адам. Сөйлемде анықтауыш үрейлі мүшеден болып тұр. Себебі бастауыш жаны деген негізі, бастауышқа жаны, баяндауышқа сау. Бірақ екеуі де үйірлі мүше болғандықтан бір сұраққа жауап беріп тұр. Қандай адам? Жаны сау адам. Ал қарап тұрсаңыздар, екі сау дегенсе анықтауыш, жаны деген бастауыш. Сөйлем мүшелері жалпы енді атқаратын қызметіне қарай 2 топқа бөлінеді. Тұрлаулы мүшелер дейміз және тұрлаусыз мүшелер дейміз. Тұрлаулы мүшелерге сөйлем құрауға негіз болатын бастауыш пен баяндауышты жатқызамыз. Тұрлаусыз мүше келесі анықтауыш, тоқтауыш, пысықтауыш және осы бастауыш пен баяндауыштың жетегінде жүріп қана сөйлем мүшесін жасай алады. Ал енді осы тұрлаулы мүшелер бастауышты барлықтарыңыз білесіздер. Сөйлемде атау септігіне тұрып, оқиғаның есін анықтайды, яғни кім не, кімдер, кімі, несі деген сұрақтарға жауап береді. Бастауыш төмендегіндей сөз таптарынан жасалады. Бастауыш құрылысына қарай 3-ке бөлінеді. Дара бастауыш, күрделі бастауыш, үйірлі бастауыш. Жаңа айтқанымызда дара бір ғана сөзден тұратын бастауыш болса, күрделі бастауыш кеншілер сарайы, яғни 2 сөзден тіркесу арқылы жасалады. Ал үрейлі бастауыш үрейлі сөздерден тұратын. Уайымы, көптер. Былай қарап тұрсаңыз, бір ғана сұраққа жауап беріп тұр. Кімдер деген, ал қарап тұрсаңыздар, көп дегеніміз бізде анықтауыш, немесе сын есім, уайымы деген уайым бізде бастауыш. Ал баяндауышқа тоқталатын болса, бұл іс-әрекетті жанақтап тұратын тұрлаулы мүше. Қай сөз табынан болса да, сол сөз табының сұрақтарына жауап береді. Яғни не істеді, қайтты деген сұрақтарға баяндауыштың төмендегідей сөз таптарынан жасалады. Баяндауыш құрылысына қарай 3-ке бөлінеді. Жаңа айтқандай дара баяндауыш, ол бір сөзден ғана тұратын. Мысалы, олар келді деген секілді. Келді бір ғана сөзден тұр. Күрделі баяндауыш кемінде 2 сөзден немесе 3 сөзден тұратын баяндауыш. Ауыл мәдениеті өсіп келеді. 2 сөзден құралған баяндауыш. Күрделі баяндауыш, үйірлі баяндауыш, үйірлі сөздерден тұратын баяндауыш. Мысалы, оның ең үлкен кемшілігі сабақ оқымау. Сабақ оқымау бұл жерде үйірлі баяндауыш болып тұр. Ал енді сөйлемнің тұрлаусыз мүшелеріне тоқталатын болсақ, оның ішінде анықтауыш. Анықтауыш зат есімнен болған мүшенің сынын, сипатын анықтап тұрады. Қандай, қай
кімнің, ненің, неше, нешінші, қанша, қайда, қашанғы деген сұрақтарға жауап береді. Және де тағы да құрылысына қарай дара анықтауыш, күрделі анықтауыш, жүйелі анықтауыш деп бөлінеді. Дара анықтауыш өзінің атында тұрғандай бір ғана сөзден ұлыған қасқырды, қай қасқырды немесе қандай қасқырды деп сұрақ қоя аламыз, иә. Ұлыған қасқырды көріп зәре-құтымыз қалмады. Қай қасқырды көріп? Ұлыған қасқырды. Яғни бір ғана сөзден тұрған дара анықтауыш. Күрделі анықтауыш кемінде 2 сөзден тұрады. Қара торы ат бірінші келді. Қандай ат бірінші келді? Қара торы. Яғни 2 сөзден тіркесу арқылы жасалған бізде күрделі. Үйірлі анықтауыш, үйірлі сөздерден тұратын. Ақылы бар жігіт өмірден опық жемейді. Қандай жігіт? Ақылы бар. Міне, яғни үйірлі мүшеден жасалып тұр. Толықтауыш, жалпы іс оқиғаның заттық мағына жағынан сипаттайды. Кімге, неге, кімді, нені, кімде, неде, кімнен, неден деген сұрақ, кіммен, немен деген сұрақтарға жауап береді. Және де құрамына қарай дәл осылай дара толықтауыш, күрделі, үйірлі толықтауыш деп бөлінеді. Құрамы жағынан, дара толықтауыш түсінікті, үйірлі де түсінікті болған отырған шығар. Ал мағынасы жағынан тоқталатын болсақ, тура толықтауыш және жанама толықтауыш деп бөлінеді. Тура толықтауышымыз табыс септік тұлғасындағы толықтауыш, яғни табыс септігін жалғап тұрған. Суды шым тоқтатар, сөзді шын тоқтатар. Оны ешкімге көрсетпе. Мен кітап оқыдым. Мына жерде жасырынып тұр. Нені оқыдым? Кітапты оқыдым деген секілді. Яғни тура толықтауыш табыс септігінде тұрған толықтауышты біз тура толықтауыш деп айтамыз да. Ал жанама толықтауыш табыстан басқа кез келген болғанда барыс, жатыс, шығыс көмектес септіктерінде тұрған және туралы, жөнінде, жайында шылаулармен тіркесіп келген сөздерді біз жанама толықтауыш деп айтамыз. Мысалы, 2 қарт кісімен амандастым. Кісімен. Оның ұзақтан келе жатқандарға көзі түсті. Сабақта жарыс туралы сөйлестік. Яғни бұлар бізде жанама толықтауыштар. Пысықтауыш сөйлемде іс-қимылдың түрлі белгісін, мекенін, мезгілін анықтап тұрады. Бұл да құрамы жағынан дара пысықтауыш, күрделі пысықтауыш, үйірлі пысықтауыш деп бөлінеді. Ал енді осы пысықтауыш бізде мағына жағынан 5-ке бөлінеді. Мекен, мезгіл пысықтауыш, себеп салдар пысықтауыш, сын-қимыл және мақсат пысықтауыш. Жалпы іс-әрекеттің болу орнын білдіретін бұл бізде мекен, қайда, қайдан, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Қалай қарай деген мезгіл, яғни іс-әрекеттің уақытын білдіреді. Қашан? Ол түске шейін ұйықтайды. Қашаннан бері ұйықтайды? Немесе олар қыс бойы демалды. Қашан демалды, иә? Себеп салдар іс-әрекеттің себебін білдіреді. Неліктен, не үшін, неге деген сұрақтарға жауап береді. Кешке амалсыздан үйге қайттым. Неге қайттым? Амалсыздан қайттым. Ол отаны үшін өлді. Не үшін? Отан үшін. Сын-қимыл бұл іс-әрекеттің жүзеге асу амалын, мөлшерін білдіреді. Қалай, қалайша деген сұрақтарға жауап береді. Оны зорға далаға алып шықты. Қалай алып шықты? Зорға. Ол аптығып сөйледі. Қалай сөйледі? Аптығып. Ал егер де мақсат пысықтауыш бізде іс-әрекеттің мақсатын білдіреді. Неге? Не мақсатпен деген сұрақтарға жауап береді. Оқу үшін қалаға келді. Не үшін? Не мақсатпен? Дегенде, біз әдейі жарыстық. Неге жарыстық? Әдейі жарыстық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Бұл жерде бірыңғай бастауыш. Бірыңғай баяндауыштан болатын сөйлемнің бірыңғай мүшесі бір батальон артта, алыста. Артта, алыста деген бізде баяндауыш болып тұр. Бірыңғай анықтауыштан келетін сөйлемнің бірыңғай мүшелері жүрісіміз кейде бүлкіл,
кейде бөкен, яғни жалғаулықты кезектес шылаулар арқылы жасалып тұр. Сонымен қоса бірыңғай толықтауыш түн не қойынды, не өзіңді жұтып қоятын сияқты. Бірыңғай пысықтауыш мәкіш абайға кінәлайды,